Аняны мектептің жанында күзет көлігінен жұлып алып, қара фургонға отырғызып әкеткен сәтте, Виктор бір нәрсені түсінді. Оның уақыты өте аз. Ұрлаушы талап қоюға да үлгермеді, ал олигархтың барлық байланыстары бірден іске қосылды. Оның адамдары қалаға кіретін жолдарды жапты, нөмірлерді барлық мүмкін базалар арқылы тексерді, және бірнеше минут ішінде фургонның бағытын анықтады. Із орманды аймаққа қарай алып барды. Ол жерде камерада, куәгерде жоқ еді. 40 минуттан кейін Виктордың тобы көлікті орман шетінде тастап кеткенін тапты, және орман ішіне қарай кетіп бара жатқан жаңа іздерді көрді. Бірнеше адам сол ізбен жүріп отырып, көп ұзамай ұрлаушыны байқайды. Ол Аняны сүйреп, ұзақ уақыт жасырынып отыратын орын іздеп жүрген. Виктордың адамдарының пайда болуы ол үшін найзағайдай соққы болды. Ол қашуға тырысты, бірақ бірнеше секунд ішінде ұсталып жерге құлатылды. Оларға әрі қарай не істеу керегін түсіну үшін Виктордың рұқсаты қажет емес еді. Виктор келген кезде Аня босатылған болатын, ол оның күртесіне оранып отырды. Ұрлаушы сәл әріректе байланған күйде жатты, таңертең қылмысқа барған кездегі сенімділігінен түк қалмаған. Виктордың адамдары онымен қатаң тікелей әңгіме жүргізді. Содан кейін ол қарсыласпай-ақ бәрін айтып берді. Серіктестерінің аттарынан бастап, қашу жоспарына дейін. Виктор оған ашуландырғанды ұнатпайтын адамға тән суық көзқараспен қарады. Ұрлаушыны орманның тереңіне алып кетті. Ол жерде ешқашан сұрақ қоймайтындар шешім қабылдайды. Ал Виктор Аняны қолына алып, оған енді бәрі қауіпсіз екенін жай ғана айтты. Ал қалған адамдар үшін бұл күн бір нәрсені еске салды. Виктордың отбасына қол тигізу, өз үкіміне қол қоюмен тең еді.